Әлеуметтік желіде танымал болған «Қосылайық» жобасының бұрынғы қатысушысы Аякөз Асқарова тағы да халықты екіге бөлді. Ол өзінің парақшасында ешкім білмейтін ерекше дұға бар, оны 1000 теңгеге сатамын деп мәлімдеп, көпшіліктің жағасын ұстатты. Қазір хиджаб киген блогер дұғаның тарихы мен құдіретін айтып, оның арқасында басындағы ауыр проблемасының бір күнде шешілгенін жеткізді. Мен тек дұға мәтінін бермеймін, оны қалай айту керек, қай уақытта оқу керек, бәрін толық түсіндіремін. Алла бірінші себепкер, мен арадағы құралшымын. Дұға арқылы ризықтың артқанын, мәселелердің шешілгенін өз оқырмандарым көріп жатыр. Бүгін тек 24 сағатқа сатылымға рұқсат бердім, деді ол. Бірақ ең көп дау туғызған тұсы ешкім білмейтін дұға деген сөзі. Өйткені исламда Құран мен хадистегі барлық дұғалар ашық, бәріне ортақ. Дін ғалымдары құпия дұға ұғымының жоқ екенін айтады. Сондықтан жұртшылық бұл мәлімдемені алдау, сеніммен ойнау деп қабылдады. Ассалаумағалейкум. Біз барлығымыз мұсылманбыз. Біз барлығымыз бір Алланың құлымыз. Бір-бірімізге сондай мейірімді болайықшы. Сын айтқандарға блогер былай жауап қатты. Ешкімді дұға сатып алуға қинамаймын. Құран бәріне ашық, ашып оқи беріңіз. Бірақ сіз оқуға ерінесіз де, оқып үйреткен адамға 1000 теңге беруге қимайсыз. Артық әңгіме айтпаңыздар. Желі қолданушылары түрлі пікір білдірді. Неше түрлі адам бар екен-ау. Дұға сатуға бола ма? Ауа сатсайшы. Рассрочка бар ма? Қой дейтін ешкім жоқ па? Даудың мәні неде? Блогердің көзқарасы, ол өзін дұғаны сатушы емес, үйретуші деп көрсетеді. Уақыты мен еңбегін бағалап отырмын дейді. Қоғамның наразылығы дұға қасиетті, Аллаға тілек айту құралы, оны тауарға айналдыру иманға қарсы әрекет. Дін тұрғысынан діни білім үйреткен үшін ақылуға болады, бірақ Құрандағы дұғаны ешкім білмейді деп саудалау өте күмәнді дінде болмаған жаңалық, бидғат саналады. Қорытындысында Аякөздің бұл әрекеті қоғамдағы дін мен бизнестің шекарасын айқындап берді.